Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі рецептіміз бауырдан котлет жасаймыз. Ол үшін бізге кішкене қойдың бауыры қажет, кішкене іш май және бір картошка, бір сәбіз, бір пиязымызды ашып, жуып дайындап аламыз. Және кішкене бүйрек қажет. Бауырды майда бөліктерге бөлеміз және ет тартқыштан өткіземіз. Және де менің арнамда басқа да рецепттерді көре аласыздар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және қалған бөлігінде осылай кесеміз. Өткізіп аламыз. Бауырды өткізіп болдық. Келесі бүйректің шетіндегі қалың майларын алып тастаймыз. Және осылай майдалап тураймыз. Үш майды да сөйтеміз. Келесі кезекте сәбізді өткіземіз. Келесі картошкамызды да солай жасаймыз. Енді пиязды қосамыз. Ең соңында 2 чеснокты қосамыз. Барлығын өткізіп алдық. Енді ыдысымызға салып аламыз. Және дәміне қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Және жылы сүтімізді қосамыз. Бізде 150 мг сүт кетеді, жылы сүт. Араластырамыз қасықпен.
Шай қасықпен ашытқы қосамыз. Келесі ұнымызды қосып араластырамыз. Бізде қою масса шығады. Ұнды осылай 2 бөлікке бөліп қосамыз. Және үстін жауып қоямыз. Бізде мұнай көпіршіктері шыққан кезде пісіруге дайын болады. Кішкене ісініп осылай көпіршіктер шығады. Сол кезде пісіруді бастаймыз. Қызып тұрған майымызға 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Бір қасықтан немесе жарты ожаудан құямыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Осылай 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Неге бізде бірінші котлеттеріміз пісіп шықты. Неге өте дәмді болып шығады. Келесілерінде дәл солай пісіріп аламыз. Отымызды кішкене баяулатамыз. Барлығында осылай 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Асты қызарған кезде келесі бетіне аударамыз. Осылай қиып қызыл дәмді котлеттеріміз дайын болып жатыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға қатты ұнайды деп ойлаймын. Келесі котлеттеріміз де пісіп шығып жатыр. Ас болсын барлықтарыңызға.